Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып 13-ші сабақ өткенді бекіту. Мен каналыма жазылып, қоңырау түймесін басып қойыңыздар балалар. 3-ші сынып 13-ші сабақ 1-ші есеп. Суретке қарай, егер әр құс осы разрядтың бөлігінің санын көрсететін болса, қандай сан шығады? Жаз дейді. Әртүрлі геометриялық фигуралардың көмегімен өз моделіңді ойластыр дейді. Бұл жерде мысалы бірінші мыңдықтарды 3 құс тұр, жүздікте, ондықта 2 құс және бірлікте 5 құс тұр, балалар. Оны біз 325 мың деп алсақ болады. Мына жерде 0-0 болып тұр. Ал екіншісінде жүздіктерде 3, ондықта мыңдықтардың ішінде ондықта 4 және бірлікте 1. 341 мың деп алсақ болады екен, балалар. Осылай моделін құрастырып санын жазып қойыңыздар. Келесі есеп сандар қатарының құрылу заңдылығын тап және сандар қатарын жалғастыр. Келесі 3 санды ата дейді. Мысалы, бұл жерде сан берілген кестеде 20, 22, 25, 29. Бұл жерде өсіп барадыр. Мысалы, 20-да 2-ні қостық 3-ке өсіп жатыр, 4-ке өсіп жатыр, 5-ке және 6-ға дейін өсіру керек. 29 5-ке өсірсек 34 болады, 34-ті 6-ға өсірсек 40 болады. Неге балалар жазып қойдым? Кесте түрінде жазсаңыз да болады. Мен астына жазып қойдым. 810, 710, 610. Яғни бізге 10-10-нан қосып кетіп жатыр. 110, 110-нан. 510 болады, 410 болады, 310 болады. 5-ші қатарда. Үшіншісінде 515, 525, яғни 10-10-нан қосып жатыр. 535, 545, 555 және 565 болады. Осылай жазасыздар балалар. Ал келесі тапсырмасында мына сандар қатары қалай құрылған дейді. 9, 90, 900, мысалы бірлік, ондық, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық деп осылай жазылған, балалар. Осыған ұқсас кез келген сан қатарын жазамыз. Мысалы мен 7-ні алдым. 7, 70, 700, 7 мың, 70 мың және 700 мың деп алсақ болады екен, балалар. Миллионға дейін сандар бұның барлығы. Келесі үшіншісі сызба бойынша есеп құрастырып оны шығар дейді. Мысалы, нұсқасында 130 құс және 260 құс дейді. Барлығы қанша дейді. Мысалы, 620-дан алу дейміз, барлығы 620 құс екен. 130 пен 260 қос аламыз. 390 болады. 620-дан 390 алсақ 230 болады екен, олар. Жауабы 230 құс екен. Келесі тапсырмасында 170 құс, бірінші күні, екінші күні одан 60-ға артық болған, үшінші күні 210 құс болған екен. Сонда біз 170 қосу жақшасында 170 пен 60 қос боламыз. 230 болады, 230-ға 170-ті қосамыз және 210-ды қосамыз. 610 болады екен жауап. Жауабы барлығы 610 құс болады екен. Осылай жазамыз, балалар. Келесі есебіміз баған түрінде жаз және есепте дейді. Дұрыстығын тексер дейді. Мысалы, мынандай есептер берілген, соны баған түрінде жазамыз. 456 қосу 138 тең 6-8 қоссақ 14 болады. Бір ойдағымен 5, 4-тен 5 болады. 3-ті 6, 15 деп аламыз. 15-тен 3-ті алсақ, 14-тен 3-ті алсақ 9 болады. Және 4-ке 5 қоссақ 5 болады екен. Қосып алады екен бұл жерде. Осылай жазып қоямыз. Келесі оны азайтамыз. 594-тен 456-ны азайтамыз. 138 болады. Ал келесіне 475 қосу 347-те 822 болады. Ал 822-тен 475-ті алсақ 347 болады. Келесі 927 азайту 453, жауабы 774 болады екен. 474. 474-тен 453 қоссақ 927 болады. Осылай сіздер бірінші қосу болса кейін азайтып тексересіздер. Бірінші азайту болса кейін қосып тексересіздер. Осылай жазып қойсаңыздар болады, балалар. Мына соңғы 4 есепті өздеріңіз дұрыстығын тексересіздер. Мысалы 233 қосу 471, 704 болады. Ол 704-тен 471-ді алып тастайсыздар. Қайтадан 233 шығады. Осылай соңғы 4 есепті өздеріңіз тексеріп жазасыздар, балалар.
Келесі есебіміз 5-ші есеп. Қыста қала саябағында балалар көгершіндерге жем береді. 230 құс ұшып кеткеннен соң онда 650 құс қалды. Алғашында сабақта барлығы қанша құс болған? Кетті 230 девамыз, қалды 650, болған қанша дейді. Шешуі 650 қосу 230, 880 болады. Жауабы 880 құс болған. Келесі есебіміз орнитолог құстарды зерттейтін ғалым. Ғалымдар құстарды зерттеу мақсатында олардың аяғына жазулары бар сақина кигізеді. Биыл 345 құсты сақиналады, ал бұл өткен жылғыдан 215-ке артық дейді. 2 жылда ғалымдар барлығы неше құсты сақиналады дейді. Мысалы, биыл 345 десек, өткен жылғыдан 215 артық дейді. Өткен жылы қанша, барлығы қанша екенін табуымыз қажет. 345-тен 215-ті алып тастаймыз, 130 болады. 345-ке қосамыз 130-ды, 475 болады. Сонда жауабы барлығы 475 құс сақиналады. Осылай жазып қоясыздар жауабымен. Келесі 7-ші өрнекті әртүрлі оқы дейді. Мысалы, бірінші есепте 420 алу, 350 азайту 50, жақша ішінде 120 болады. Жақша ішінде 360 алу, 290 қосу 420, 490 болады. Мысалы, үшіншісі саннан, мынандай тапсырма бар, саннан қосындының мәнін азайтамыз деп қай өрнекті оқуға болады? Бұл өрнекті ең соңғы 700 азайту 190 мен 20 210-ның қосындысын азайтамыз деп тең 300 десек болады. 700 саннан 190 мен 210 қосындысының мәнін азайтамыз деп жазсақ болады екен үшінші өрнекті. Келесі 8-ші тиімді тәсілмен есепте дейді. 250 қосу 170 қосу 150, 570 болады. 360 қосу 270 қосу 340, 970 болады. 580 қосу 240 қосу 120, 940 болады. 390 қосу 250 қосу 110, 150. 560 қосу 230 қосу 170, 960. 270 қосу 180 және қосу 50, 500 болады екен балалар. Осылай мәнін жазып қоясыздар. Келесі 9-ші есеп. Тасқара бүркіттен үлкен, ал бүркіт сұңқардан үлкен. Осы құстардың ең кішісін қайсы дейді? Тасқара біріншісі ең үлкені тасқара деп аламыз бірінші. Екінші бүркіттен үлкен екен, ал бүркіт сұңқардан үлкен, яғни бүркіт екінші болады. Бірінші тасқара үлкен, одан кейін бүркіт үлкен, одан кейін ең соңында сұңқар болады. Ең кішкентай қыз бұл сұңқар екен, ең кішісі. Осылай жазып қойсаңыздар болады балалар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.